Саламатсыздар ма оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Уа еркіндік, сенсің менің ең ғажайып өлеңім». Сабақтың мақсаты: Қалқаман Сариннің тәуелсіздік өлеңін мәнерлеп оқисыздар және өлең мазмұнына сұрақтар қоясыздар. Ендеше балалар, сабағымызды бастамас бұрын алдымен сұрақтарға жауап берейік. Балалар, қалай ойлайсыздар? Еркіндік деген не? Еркін өмір сүру дегенді қалай түсінесіздер? Және қазір біз еркіндікте өмір сүріп жатырмыз ба? Сен тәуелсіз елде өмір сүріп жатырсың ба? Осы сұрақтарға жауапты өзіміздің WhatsApp желісіндегі топқа жіберуді сұраймын. Ендеше балалар, сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып жаттап аламыз. Записываем новые слова в словарной тетради и выучим. Повторяем за мной. Шер, мұң, горе, өзек, стержень, бодан, свобода, бұғаулану, быть зависимым, арест, өгей, чужой, неродной, алшаң басу, ходить с уверенностью, еңсе, гордость, құрсау, основа, боздақ, молодежь. Теперь перейдем к стихотворению. Төртінші тапсырма, 41 бет. Өлеңді тыңда, мәнерлеп оқы. Это стихотворение Қалқамана Сарина. Мы про него изучали на прошлом уроке. Кто такой Қалқаман Сарин, мы уже знаем. Теперь сегодня остановимся на его стихотворении про независимость. Слушаем внимательно. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ шер мұң. Кеше сенің келбетіңді арман ғып, боданына бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің, өзегімді өрт көраған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмаса алталаш, азаттығым, қадіріңде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті, аманат қой, маған, саған, оған да. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тері қылдым еңсемді. Желтоқсанда жалынатып жастығым, құрсау болған темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындардың қалды ма? 86 ерлігім бей ең соңғы. Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Сені көксеп, боздақтарым өлсөлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңыңды сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Теперь о чем говорится в стихотворении? Это о тех временах, когда было 86 год, дети, то есть молодежь, выходили на площадь, требуя свободы. Теперь послушаем перевод. Свобода моя, святой мой, ценность моя. Когда ты рядом, в моем сердце нет горя. Вчера мы мечтали о тебе, когда твоя свобода была независима в другой стране. Сломили головы предков и пролили слезы матери. О, свобода, добро пожаловать! В обществе, где горит мое сердце, стану ли я чужим в собственном доме? Если наш народ не может ходить с уверенностью, свобода не имеет ценности. Чем сложнее до тебя добраться, тем сложнее не отставать. Каждое мгновение, данное Богом свободой, доверено мне, тебе и Ему. Я не мог ввязываться в политику, мою гордость была втоптана. В декабре моя юность была подожжена, и железное общество, находившееся в главе, пошатнулось. Героизм 86-го, твой последний подвиг. Помните ли вы славу молодых? О, свобода, как измеряется твоя ценность?
скучая по тебе, были пожертвованы молодые. Ты моя самая чудесная, самая солнечная, самая сладкая, самая грустная песня. Каждое утро в моей Богом данной размеренной жизни я буду безмерно благодарен. То есть тут говорится о ценности нашей независимости, да? Жақсы балалар, теперь перейдем к заданиям. Тапсырмаларды орындауға кірсек, айтылым тапсырма, 4-ші тапсырма, 41-ші бет. Выразительно прочитайте стих. Дескриптор 3 балл. Жазылым тапсырма, 6-ші тапсырма, 42-ші бет. Тәуелсіздік өлеңі бойынша бірнеше сұрақ дайындап, диалог құрастырыңдар. То есть составьте диалог на тему независимость. То есть по этому стихотворению, которое мы только что прочитали, да? Дескриптор 7 балл. Вы должны будете составить вопросы и к ним уже ответы без ошибок и по содержанию стихотворения, чтобы у вас получилось качественный диалог. Ендеше балалар, тапсырмалардың барлығы түсінікті деген ойдамын. Ендеше баспармақ тәсілі арқылы сабақты қалай түсінгендеріңізді бағалап беріңіздер. Барлығын түсінген болсаңыздар, баспармақтарыңыз жоғары. Енді түсінген болсаңыздар, түсініп келе жатсаңыздар, баспармақтарыңызды шетке. Ал егер мүлден түсінбеген болсаңыздар, онда баспармақтарыңызды төмен қаратасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.